Ассалаумағалейкум достар, біз шеткі ангарлардан бастаймыз. Бұл жер ангарға кірген адамдарды күтіп алуға қолайлы жер. Және де контейнердегілерді де атуға болады. Бұл тәсілді шеткі ангарларға қолданған дұрыс. Себебі арт жақтан келетін жаулардың саны аз болады. Дәл осылай келесі ангарға да жасауға болады. Өзен жақта орналасқан ангар. Бұл жерде де жауларды күтіп алуға болады. Ангарларды жаудың қай жақта жүргенін көруге де пайдалануға болады. Немесе атуға да болады. Бұл контейнерде де ескі тәсілімізді қолданамыз. Вышканың төбесіне шығып, қызыл кабинканың ішіне кіруге тырысамыз. Айтыңдаршы, бұл жер тамаша емес пе? Бұл видео саған ұнаса, каналға тіркел, лайк бас, комментария қалдыр. Бұл жерден түскенде жаныңды жоғалтып алмас үшін менің істегенімді қайтала. Және келесі қызықты лайфхактарды тос.